Мен қазір зат салуды қалай салуды көрсетейін деп тұрмын. Міне қараңыздар, сіздер кабинеттеріңізді ашқан кезде жоғары жағында осындай міне корзина тұрады. Осы корзинаны басасыздар. Міне бастым. Ол айланып қазір ашылады. Ашылғанда корзинада мынау мен енді алдын теріп дайындап қойғам. Тура сол сияқты сіздер де мына жерде код продукты, любой код продукты терсеңіздер болады. Мысалға 388-38 бұл витаминнің осындай коды. Осылай шыққан кезде мынаның үстін басамыз. Сол кезде ол корзинаға міне қосылады. Қосылып міне бағасы бәрі шығып тұрады. Енді бұл маған қазір керек емес, сіздерге көрсету үшін басқан болатынмын. Сол себепте мен бұны өшіремін. Бағасын көруге, солай теріп көре беруге болады. Кейін керек емес кезде өшіріп тастайсыздар. Мынау менің қазір терген затым. Мынау аяқтың жаңағы иісін кетіретін спрей дезодорант және бір сабын қостым. Енді осыны қазір жібереміз. Мына жерде накладной жазылып тұрады. Міне барлығы. Мына оплатить с Oriflame кошелька жаңағы 2,5 мың теңге, минусовать етіледі 3291 теңге минусовать етіледі. Сөйтіп мен 348 теңге осыған төлеймін. Міне сумма деп мына астында да жазылып тұрады. Енді осыны продолжить дейміз. Продолжить дейміз. Тағы да продолжить дейміз. Ештеңені баспаймыз. Бәрі дұрыс па, тексеріп ал деп көрсетіп тұр. Енді добавить метод доставки дейді. Міне осыны басамыз. Сосын найти пункт выдачи дейді. Осы жерде тағы басамыз. Сөйтеміз да мына жерге Астана дейміз. Астана. Мен бұл жерде Астананың 2 адресі бар. Мына бізге жақын Бөгенбай терем. Міне осыны теріп болған соң міне продолжить деймін тағы да. Басқа ештеңені баспаймын. Продолжить деген соң тағы кішкене жоғары көтерем. 72 сағаттың ішінде төле дегендей сондай смс-тер. Міне 348 теңге и завершить деймін. Міне болды. Спасибо за ваш заказ дейді. Оплатасы міне 348 теңге төлейін деп тұрмын сол 2 сағатқа.